Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен майонезбен жасалынатын өте тез дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картофель пайымызды дайындап аламыз. Ол үшін картошкамызды осындай үккіштен өткіземіз де үстіне су құйып 15 минутқа қалтырамыз. 15 минут өткеннен кейін осындай бір орамалға картошкамыздың барлығын сүзіп алып, суын кептіріп аламыз. Қызып тұрған сұйық майымызға картошкамызды аз-аздан сала отырып, сарғыштау етіп қуырып аламыз. Осылай қуырып алғаннан кейін картофель пайымызды бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Енді салатымыздың заттарын турап аламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Сосын қиярымызды да осылай ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Осындай коптительтілген тауықтың етін ұзынша етіп турап аламыз. Егер сіздерде бұндай ет болмаса, кәдімгі тауық етін қолдансаңыздар да болады. Осындай коптительтілген тауықтың етін қолдансаңыздар ерекше дәм беріп тұрады салатқа. Сосын майонезімізді, азырақ тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Салатымызды араластырып болғаннан кейін бір тарелкаға салатымызды салып, үстіне картофель пайымызды әсемдеп саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Бар жоғы 3-4 сағаттан ғана жасалынады. Барлықтарыңызға ас болсын.